Nurbekin terbiyeli, bilip kumar, izdenipas azamatçı. Oraz Aslan, meyrimli, karapayım, bağırmal, atanasının erikşi balası. Oralbek Nurlan, әнші, туған елдің тарихын, тілін қадірлейтін, қастерлейтін, ізденімпаз, жан-жақты білімді жүр. Сергей, Ресейден келгенменен қазақтың жерін өз жерінде сезінген қазақ ұлтын өз бауырым деп санаған бауырмашыл биік жігіт. Рамазан Алмас өз ісіне тиянақты, ізінің әр ісіне сенімді көзбенен қарайтын бір бетпей жігіт. Рысбаев Дәулет аузын ашса көмейі көрінетін, не ойласа соны айта салатын ақ көңіл жігіт. Семенов Дмитрий серьезный молодой человек. Театр Темірғали еңбекқор, өмірдегі бүкіл білім салаларына ұштар. Қолы сәл қалт етсе, домбыраны серік қылады. Білім мен өнерді қос қанатындай көретін дарынды жігіт. Дастан ешкімге көп сыр аша бермейтін, тұйық, салмақты, мәдениетті жігіт. Енді 11-ші сыныбына қарайды. Ақпанов Бауыржан, сыпайы, мәдениетті, тұйық, арманшыл, қиялшыл жігіт. Абдрахманов Тимур, достарына өте сенімді, достық қатты сыйлайтын азамат. Байзақов Данияр, футбол десе жанын береді, спорт десе қанын береді, достарына адал, білім қуғыш. Егер бейбіт, өте спокойный, салмақты, білімді азамат. Бекзат, сондай мейірімді, бәріне жан-жақтан үлгеріп жүретін, спорты бар, ғалымы бар, бәріне үлгергіш біздің Бекзат. Дауылдың Рустам, Рүстем десе достарының бәрі қолдайды. Оны біліп келсе, ол қалай киінеді, сәнді киіммен. Соған қарау керек. Владислав, мечта девчонок. Қасында жүрсек, ол жағын боласың дейді. Жәнібек өте салмақты, өте білімді, өте анасы мен әкесінің алғыр азаматы деп есептеледі. Жәнібекті қарсаңыздар. Айдар, Ұрызбаев Айдар. Ол жүрген жерде футбол, волейбол, баскетболдың көкесі. Сол сияқты орталарыңызға Александрды шақырғым келеді. Ол өзі өте салмақты, мектептен бастап оны достары да, басқа азаматтар бәрі таниды екен. Олай болса мінекей, 11-ші түлектерді тағы да қол шапалақтап қарсы алып қойыңыздар. Сертификат тапсыру үшін Ұшақ қаласынан келген қонақтарды сахнаға шақырамыз. Осыдан 11 жыл бұрын біздің мұғалімдер және сіздердің мұғалімдеріңіз бірге осы жерде бір ағаш еккен болатынбыз. Міне сол ағаштың жемісін бәріміз бірге жинап, соның қуанышын бірге өткізудеміз. Bu hep beraber diktiğimiz, büyütmeye çalıştığımız, çok ümitler beslediğimiz bu ağaç Ahmet Yesevi'nin, Abay'ın, Muhtar Ayazov, Saken Seylül'ün gibi çok
değerli, bu toprakların yetiştirdiği çok değerli bilim adamlarının, gönül adamlarının ahlakıyla, ilmiyle, irfanıyla sulandı ve öyle o terbiye verildi. Sonunda bu gençleri sizler de sevdiniz, bizler de sevdik, başkaları da sevdi. Firmalar da talip oldu. Herkesin gönlünden taht kurdu ve ümit müjdeliyor bu gençlerimiz. Biz sol ağaçta kешегі Ahmet Yassауи, Abay atamız, Saken Сейфуллин сияқты ұлы дарындарды өсірген топыраққа еккен болатынбыз. Міне сондықтан біз де осы еккен және осы жемісі болып жатқан жаңа ұрпақта келешекте дәл солар сияқты үлкен адамдар болады деп сенеміз және үлкен үміт артамыз. Devletleri yücelten, kalkındıran ve itibar veren en önemli sebepler bilim, çalışmak ve gönül birliği, beraberlik ruhudur. Kazakistan devleti bunları yakalamış ve başarmıştır. Bir memleketті жоғары қылатын немесе экономикалық жағынан, мәдениетті жағынан өсіретін ол ең бірінші білім және бірлік, яғни қазақ-түрік бірлігі. Осы орайда Қазақстан осы бірлікті, осы білімді, білім жолында өз мақсатына кетіп бара жатыр. ...1990 yılından sonra 5 yıldır Kazakistan'a gelememiştim. Ama her gün Kazakistan'ı, özellikle Astana'yı konuşuyorduk ve ona ait kasetleri, CD'leri öğrencilerimizle beraber izliyorduk. Kazakistan'ın kalkınmakta olduğunu, Astana'nın çok daha güzelleştiğini, imar edildiğini hep duyuyorduk. Ve dün buraya geldiğimizde gözlerime inanamadım. Güzel şeylerin olduğunu duyuyorduk ama Astana'nın bu kadar hızla ilerlediğini, imar edildiğini, mükemmel bir dünya şehri, kültür şehri olduğunu görünce ben de şaşırdım ve şöyle dedim. Kazakistan devleti yılları aylara, hatta haftalara sığdırdı. Az zamanda çok büyük işler başarıyor. Ve buradaki gençlerimizin kabiliyetlerini, zekasını, becerilerini görünce de inandım ki bu millet daha çok şeyler başarabilir, az zamanda çok güzel şeyler yapabilir. Осыдан 5 жыл бұрын мен теледидардан, түрлі стихиялардан Қазақстанның көркейіп келе жатқанын және де жаңа Астанаға ауысқан, Астананың күнмен күн санаспай көтеріліп келе жатқанын естіген едім. Бірақ бүгін өз көзімен көрдім және таң қалдым. Астананың осындай дүниежүзілік қатарда мәдени, экономикалық бір орталық болатынына мен сенемін. Қазіргі дамушылық соның бір дәлелі деп сенемін. Және мынау алдарыңыздағы түлектердің қабілеттерін көре отырып, мен 100% бұл Қазақстанның келешекте бүкіл дүниежүзілік аренада мықты мемлекет болатынына сенім артамын. Ашхабад қаласында өткен информатика пәнінен халықаралық олимпиаданың 2-ші орынның иесі Сыздықов Рауан марапатталды. Қазіргі сәтте математика пәнінен халықаралық олимпиадасына қатысып
кешке қатысып, бізбен бірге қауышып отырғандарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Келесі жүздескенше қош, сау болыңыздар. Let's go.